Сәлем, бүгін Тәмелиямен бірге кино обзор. Мен бүгін сіздермен «Моя вина» деген киноға обзор жасайтын боламын. «Менің кінәм» деген киноға. Мен ол киноға полностью краткий содержание айтып беретін боламын. Кішігірім видео ролигімен бірге көріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетеміз. Сіздерге қызық болса, маған тіркеліп кетіңіздер. Өте күшті кинолардың бірі. Мен үшін 10-нан 10 баға беремін. Өте қызық, прям адамның ішінде жүректер ұшатын кинолардың бірі. Көріңіздер. 17 жастағы Ноа өзінің үйін және де жігіттің достарын тастап, мамасының күйеуінің үйіне көшуіне тура келеді. Ол жақта ағасын кездестіреді. Өгей ағасын. Ол әдемі, сұлу болғанымен өте қиын адам болады. Ноаның өмірінде ол жақта қиын махаббат және де отбасылық ұрыстар пайда бола бастайды. Енді ары қарай тыңдаймыз. Ноа өз киімдерін жинап жатыр. Жаңа әкесінің бай Листерлар отбасының үйіне баруға жиналып жатып, әкесінің де суретін ала кетеді. Мамасы қызын жол үстінде сөзге тартады, бірақ қызы ол жаққа барғысы келмейтіндігін, бұл жақта жігітті достары қалып кеткендігін айтады. Виллаға жеткен кезде оларды үй қызметшілері күтіп алады. Үйге орналасқан соң мамасы мен өгей әкесі үйдегі бассейнді және де қымбат машиналарды Ноаға көрсете бастайды. Рафаэл Ноаға жаңа жиһаздармен, жаңа киімдерімен бөлме дайындап қойған болатын. Бір кезде анасы жақын бөлмеде Николастың бөлмесі бар екендігін айтады және де онымен арақатынастығын дұрыстауын өтінеді. Ноа балконға демалуға шыққан кезде көрші бөлмеден өгей ағасын көріп қалады. Сол кезде оған жақын құрбысы хабарласып қалады. Қалай көшкендігін, үйдің қалай екендігін сұрайды. Сол кезде Ноа холодильникті ашып, мұнда даже сэндвич те табылмайды деп айтып жатқан кезде ағасы алдынан шығады. Ол қорыққанынан қолындағы телефонын түсіріп алады. Жерге еңкейіп телефонын ала бергенде Боб шығады алдынан. Сол кезде сковородкамен қорқытады. Сол кезде ағасы сен жындысың деп айтады. Сол кезде ағасы бетіне қарап, сенің әдемі сепкілдерің бар екенін енді көрдім деп айтады. Ноа өзінің комнатасына келген кезде ол подружкасының телефонын өшірмегенін байқайды. Подружкасы оған сенің ағаң өте әдемі секілді деп айтады. Олар кешкі ас кезінде Ноа мен Николас ұрсып қалады. Сол кезде Николас өзінің кету керектігін айтады. Ноа да менің кетуім керек деп айтады. Сосын ата-анасы Ноаны жеткізіп салуын айтады. Олар машинада қатты ұрсып қалады. Сол кезде Ноаны машинадан түсіріп кетеді Николас. Ноа қайда баратындығын айтып, бұл жақта машина жүрмейтіндігін айтады, а Николасқа бәрібір болады. Және де Ноаның соткасы өшіп қалады. Ноа қатты жынданады. Сол кезде Ноаға бір машина тоқтайды. Ол Николастың таныс бір жолдас баласы болады. Олар танысып жолда келе жатқан кезде, ол бала қай жаққа баратқандығын Ноа сұрайды. Сол кезде Ноаға бір вечеринкаға бара жатқандығын айтады. Және де Николастың қайда бара жатқанын байқамай айтып қояды. Ноа сол жаққа барғысы келетіндігін айтады. Ноа Николасты совещаниеға бара жатыр деп ойлап қалады, но Николас вечеринкада жарыстар ойынында жүреді. Сол жақта ол өте жаман адаммен танысады, Ронни деген. Роннидің көзі Ноаға түседі. Ноа Николастың ата-анасы айтқандай жігіт емес екенін түсінеді. Ноа Николастың бетінен бір ұрады, жолда тастап кеткені үшін. Николас Ноаға бұл жақта оған орын жоқ екендігін айтады. Сол кезде Ноа бәрін ата-анасына айтып беретіндігін айтады. Сен олай жасай алмайсың деп Николас айтады. Ноаның қасына Николастың жақын құрбысы келеді. Марио не болғандығын айтып бергенін және Николастың не істегендігін білетінін айтады. Осы жерде уайымдамай демалуын айтады. Алдынан жігіті шыққан соң Ноа оларды жалғыз өзін қалдырып кетіп қалады.
Ронни досын Ноаға жібереді, сусын ұсынуын айтып. Сусынның ішінде наркотик қосылған болады. Оны Николас біледі және де итеріп жібереді. Бірақ Ноа бәрібір де ішеді. Бірақ Николас оны лақтырып жібереді. Сен не істегеніңді білмейсің деп алып кетіп қалады. Ноа қорқынышты түс көре бастайды. Бұрынғы естеліктерінен қалған естеліктер. Азанда анасына айтайын деген кезде Николас бәрін шешіп қойғандығын көреді. Ноаны жаңа достармен және де жаңа жігіттермен таныстырмақ болғандығын айтады. Сол кезде анасы қуанып, дұрыс екендігіне келіседі. Ноа жаңа жігіт жаңа дос таппайтындығын және де ол оған керек еместігін айтып шығып кетеді. Пляжда жатқан кезде Николас достарымен бірге келеді. Кеше танысқан жаңа досы Ноаның қасына келіп әңгімелесіп жатқан кезде Николас киімін шешіп ауыстырып жатқан кезде Ноаның көзі Николасқа түсіп кетеді. Сол кезде Ноада бірінші сезімдері пайда бола бастайды. Николасқа екі қыз жақындап гонкаға барғысы келетіндігін айтады. Сол кезде Николас Ноаға қарап, олармен барғысы келмейтіндігін айтып кетіп қалады. Кешке қарай жарыс басталады. Жарысқа Ноа да келген болатын. Николас жарысқа келгенін білмеген болатын. Ноа қысқа шортилармен келген болатын, бірақ Николасқа оның келгені ұнамайды. Николас Роннимен жарысып жатқан болатын. Сол кезде Ноаға хат келеді. Жігіті мен жақын құрбысының сүйісіп тұрғандығын көріп, Ноаның қатты ашуы келеді де кек алмақшы болып, әр жігітпен сүйісе кетеді. Сол кезде Николас көріп қойып, Ноаға ұрсады. Неге олай жасап жатқандығын сұрайды. Егер Ноа айтады, мен жігітіме сүйісіп жібермекші болдым деп. Сол кезде Николас айтады, егер мен саған фотоны өзім жасап берсем, үйге қайтасың ба деп айтады. Сол кезде Ноа иә дейді. Николас өзі сүйісіп суретке түсіп жібереді жігітіне. Ноаны машинаға отырғызып, өзі жақын құрбысына барады. Ноа суретті қарап отырған кезде Ронни жақындап келіп қалады. Ронни айтады, жарыс алаңында тұрғандығын және де оған 5 секунд уақыт беретіндігін. Ноа пайдаланып ернін далаппен бояп алады да жарысқа кірісіп кетеді. Жарыс алаңында Ноа жеңіп шығады. Роннидің көңіліне өте қатты тиіп кетіп, Ронни қатты жынданады және де олар ойын заңын бұзғандығын айтып, Николасқа ақша беруін және де машинаны беруін айтады. Николас ашуланып, машинаның кілтін және де ақшаны береді. Ноа неге бергенін сұрап, қатты жынданады. Мен жеңдім ғой деп айтады. Ронни Ноаны қатты балағаттайды. Сол кезде Николас өзін өзі ұстай алмай қалып, Ронниді қатты ұрып жібереді. Ронни Ноаға қарап қатты жынданып тұрады. Ертесіне Николас өзінің қарындасы Мэггимен кездеседі. Ноа жаңа құрбыларымен уақыт өткізеді. Кешке қарай ата-анасы басқа бір мейрамға кетіп қалады. Ноа жалғыз өзі қалып кетеді үлкен үйде. Сол кезде Николас келіп қалады. Николас пен Ноа екеуі сөйлесіп отырған кезде екеуінің арасында сезім пайда болып кетеді. Сол кезде ата-анасы келіп қалғанын естіп, екеуі тез доғарады. Рафаэл Николасқа әкесімен сөйлесуін айтады. Әкесінің рұқсатынсыз кетіп қалғаны үшін. Ертесіне Ноа машина жуып жатқан кезде Николас жақындайды. Сол кезде Ноа жақындамауын айтады. Кешегі жағдайдан кейін қарауына болатындығын айтады. Кезде анасы Рафаэл келеді. Ескі машинаны неге жуып жатсың деп айтады. Менің саған сыйлығым бар деп бұрынғы жігітін алып келген болады. Ноа қатты таңғалады және де ашуланады. Жігітінің келгенін көргеннен кейін Ноа оны Николасқа айтуға барады. Дэн біз жайлы айтып қоюы мүмкін және де ода біздің суретіміз бар деп айтады. Сол кезде Ноаның бұрынғы жігіті келеді. Сол кезде Ноа Николасты итеріп жібереді. Дэн Ноаның құрбысы мен екеуінің арасында ештеме жоқтығын айтып жатқан кезде Николас үстіне су шашып жібереді. Сол кезде Николастың досы келіп үстін сүртеді. Ноа жақындап Николаспен сөйлесіп жатқан кезде Ноаны Николас суға түсіріп жібереді де судың астында сүйіп алады. Ноаға белгісіз адамнан хат келген болады. Хатта Ноа барлығы үшін жауап бересің деп жазылған болатын. Сол кезде Ноа маған жігітім жіберді деп ойлап қалып, жігітінен сұрайды. Ешқандай хат жібермегендігін айтады. Ноа сенбейді. Николас Роннимен кездесіп қалып, қатты төбелесіп үйіне қайтады. Сол кезде
ноаның жігіті комнатасына кіріп баратқанын көріп қатты ашуланып сыртқа шығады. Но далаға шыққан кезде ноаны көріп қатты қуанып, денесін жауып жатқан кезде Ноа бір ұрады. Және Николастың қатты құлағанын көріп, мен ұрдым ба деп сұрайды. Сол кезде Николас жоқ, сен бұлай жасай алмайтын едің деп айтады. Сол кезде Ноа сүйеді. Сол кезде Дэн шығып қалады. Ноа айтпауын, басқа адамдарға айтпауын айтады. Тағы бір жарысқа келеді. Ноа мен Ник тағы да сүйіседі. Сол кезде Ник төбелес алаңына шығып, жарысқа шығып төбелесіп жатқанын көріп, Ноа қатты ашуланып шығып кетеді. Марио Ноаның артынан шығады да Ноаны сүйіп алады. Сол кезде Николас шығып, Марионы қатты итеріп жібереді де екеуі ұрсып қалады. Марио кіммен қайтады деп Ноа ұрсады. Сол кезде Ноа мен Николас қатты ұрсып қалады да Ноа өзіне төбелесетін жігіттердің ұнамайтынын және төбелес мүлдем ұнамайтынын айтып кетіп қалады. Ник одан кейін өзін қолға ала бастайды, жұмысына қаттырақ көңіл бөле бастайды. Ноа официант болып жұмыс істейтін еді. Ноаға тағы да сондай хат келеді. Уильям Ноаның әкесі Ноаны қалай өлтіріп қоя жаздағандығы жайлы айтып келе жатады. Ноа да содан кейін шырам қалып кеткендігі жайлы айтады. Және Рафаэльді күнде ұратын болғандығын айтады. Уильям Джонастың жақында түрмеден шыққандығын айтады. Және отбасына қауіп төндірмек болып жүргендігін айтады. Кешке қарай екі подружка бірге уақыт өткізіп жүреді. Ал сыртта Ноаның әкесі қарап отырған болады. Ник қатты асығып келе жатады. Ноаға бірдеме болып қала ма деп қатты қорқып келеді. Мас болып қалған екі құрбыны тез алып кетпекші болған кезде Ноа өзінің киімін ұмытып кеткендігін айтып ішке қарай кіреді. Сол кезде Анна Ноаны қамап қояды. Ноа қамалып қалған кезде бұрынғы естеліктері есіне түсіп қатты қорқып айғайлап жылайды. Сол кезде Ник келіп шығарып алады. Ноаны Ник үйге алып келген соң Ноа оны тастап кетпеуін өтінеді, біреусі қорқатындығын айтады. Сол кезде әкесі кіріп келеді де Ноа мен Николас жайлы біліп қояды. Әкесі кіріп қарындасының ауруханаға түсіп қалғандығын айтады. Бұны естіген ағасы тез ауруханаға қарай жүгіріп келеді. Қарындасында бәрі жақсы екенін естиді, тек ойнап жүріп дәрісін ішуді ұмытып кеткендігін айтады. Дәрігерлер тез көмектескен. Үйге қайтып бара жатып екі ғашық өздерінің сезімдерін тоқтата алмай қалады. Олар жолда тоқтап махаббатпен айналысып кетеді. Что мы никогда об этом не забудем. Как ты можешь сомневаться? Олар ары қарай жақын сөйлесе бастайды. Жақын маңдағы заправкаға барып, Ник магазинге қарай кіріп кеткен кезде Ноаның машинасына Ронни кіріп келеді. Қызды ұрлап кетеді. Ноа есін жинаған кезде алдынан Джонас әкесін көреді. Әкесі Ноадан менің хаттарым ұнады ма деп сұрайды. Одан кейін Рафаэльға звондап 1 миллион наличка әкеліп беруін айтады. Тура уақытпен келуін айтады да телефонды өшіріп қояды. Одан кейін өзінің серіктесі Ронниді ұрып құлатып тастайды, ақшаны бөліспес үшін. Ертесіне Рафаэлла мен күйеуі ақшаны әкеліп күтіп тұрған кезде Джонас келмей қояды. Және бұл жаққа Николас келеді де өзінің ұтылып қалған машинасы есіне түседі. Және оның страховкасын әлі төлейтіндігі есіне түсіп, оны телефонымен қай жақта екенін көріп тауып алады. Сол кезде Джонас қашып кетпекші болып, қызды машинаға отырғызып айдатқызып қояды да әкесі қызын машина айдауды үйреткендігін есіне түсіреді. Және де өзінің жарысқа екі ғана финал қалған кезде түрмеге түсіп қалғаны есіне түсіп ашуланады. Әйелі мен қызы сотқа бермегенде оның арманы орындалатындығын есіне түсіріп ұрсады. Ноаның мойнына әкесі тапанша кезеп тұрғанын Ник көреді және олар бір-біріне қарап өздерінің көрген, телевизордан көрген видеосын қайталап, осылай машинаны айналдырып өтеді де өздері трюк жасайды. Сол кезде қасында отырған полицейский әкесін атып түсіреді. Әкесі қайтыс болады, оны скорыймен алып кетеді. Бәрі жақсы аяқталады. Олар ары қарай үйлеріне келіп, тағы да махаббатпен айналысады. Терезеден оларды ата-анасы көріп тұрған болады және де Рафаэль бұны тезірек тоқтату керектігін айтады. Осымен біздің киномыз бітеді. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма поддержка беріп, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздерге кино ұнаса, лайк басуды ұмытпа. Пока-пока.